81-ші сабақ өткенді бекіту. Тақырып: денсаулықты қалай күту керек? Бірінші есеп. Жауабы: жұпсан болатын карточкаларды ата, пайдалы әдеттер туралы айт. Бірінші есептен бастайық. 4 көбейту 4. 4-ті 4-ке көбейтсек 16 болады. Демек 16 бізде жұпсан. Жұпсан дегеніміз 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар. Келесі 2 көбейтілген 8. 2-ні 8-ге көбейтсем 16. 16 2-ге бөлінеді, демек жұпсан. Келесі 12 бөлінген 4. 12-ні 4-ке бөлсек 3-ке тең, ал 3 тақсан, себебі 2-ге бөлінбейді. Келесі 10 бөлінген 5. 10-ды 5-ке бөлсек 2-ге тең, ал 2 жұпсан, 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Келесі 3 көбейтілген 5. 3-ті 5-ке көбейтсек 15-ке тең, 15 2-ге бөлінбейді, демек тақсан. Келесі 15 бөлінген 3. 15-ті 3-ке бөлсек 5-ке тең, 5 2-ге бөлінбейді, демек тақсан. Келесі 6 көбейтілген 2. 6-ны 2-ге көбейтсек 12-ге тең, 12 2-ге бөлінеді, демек жұпсан. 4 көбейтілген 3. 4-ті 3-ке көбейтсек 12-ге тең, 12 2-ге қалдықсыз бөлінеді, демек жұпсан. Және соңғысы 18 бөлінген 2. 18-ді 2-ге бөлсек 9-ға тең, 9 2-ге бөлінбейді, демек тақсан. Екінші есеп: оқы және есепте. Бізге бөлінгіш, бөлгіш және бөліндінің мәні берілген. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Яғни 18-ді 2-ге бөлеміз. 18-ді 2-ге бөлсек 9-ға тең. Демек бөлгішіміз 9-ға тең болады. Келесі 12 бөлінген 2. 6-ға тең. Демек бөлгішіміз 6. Келесі 14 бөлінген 2. 14-ті 2-ге бөлсек 7-ге тең. Демек бөлгішіміз 7. 10 бөлінген 2. 10-ды 2-ге бөлсек 5-ге тең. Демек бөлгішіміз 5. Келесі 16 бөлінген 2. 16-ны 2-ге бөлсек 8-ге тең. Бөлгіш 8. 20 бөлінген 2. 20-ны 2-ге бөлсем 10-ға тең. Демек бөлгіш 10. 6 бөлінген 2. 6-ны 2-ге бөлсек 3-ге тең. Демек бөлгішіміз 3. Және соңғысы 8 бөлінген 2. 8-ді 2-ге бөлсем 4-ке тең. Демек бөлгіш 4. Келесі бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Бізге бөліндінің мәнін табу керек. Бөліндінің мәнін табу үшін бөлінгіш пен бөлгішті бір-біріне бөлеміз. Яғни 27-ні 3-ке бөлейік. 27-ні 3-ке бөлсек 9-ға тең. Демек бөліндінің мәні 9. Келесі 24 бөлінген 3. 24-ті 3-ке бөлсек 8-ге тең. Демек бөліндінің мәні 8. 18 бөлінген 3. 18-ді 3-ке бөлсек 6-ға тең. Демек бөліндінің мәні 6. Келесі есеп 12 бөлінген 3. 12-ні 3-ке бөлсек 4-ке тең. Демек бөліндінің мәні 4. Келесі есепте көбейткіш, көбейтіндінің мәні берілген. Көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін көбейткішке бөлеміз. Яғни 15-ті 5-ке бөлеміз. 15-ті 5-ке бөлсек 3-ке тең. Демек бірінші көбейткіш 3 болады. Келесі 18 бөлінген 6. 18-ді 6-ға бөлсек 3-ке тең. Демек көбейткіш 3 болады. Келесі 27 бөлінген 9. 27-ні 9-ға бөлсем 3-ке тең. Демек көбейткішіміз 3 болады. Және соңғысы 21 бөлінген 7. 21-ді 7-ге бөлсек 3-ке тең. Демек біздің барлық көбейткішіміз 3 болады.
Келесі үшінші есеп салыстыр. Алдымен 5 көбейтілген 3 және 9 көбейтілген 3. 5-ті 3-ке көбейтсек 15-ге тең, 9-ды 3-ке көбейтсек 27-ге тең. Демек бізде 27, яғни 9 көбейтілген 3 өрнегі үлкен болады. Келесі екінші 15 бөлінген 3 және 15 қосылған 3. 15-ті 3-ке бөлсек 5-ке тең, 15-ке 3-ті қоссақ 18-ге тең. Демек бізде 18, 15 қосылған 3 өрнегі үлкен. Үшінші есеп 12 бөлінген 4 және 18 бөлінген 6. 12-ні 4-ке бөлсек 3-ке тең, 18-ді 6-ға бөлсек 3-ке тең. Екі өрнек бір-біріне тең. Төртінші есеп 27 бөлінген 3 және 32 бөлінген 4. 27-ні 3-ке бөлсек 9-ға тең, 32-ні 4-ке бөлсек 8-ге тең. 9 үлкен, демек 27 бөлінген 3 өрнегі үлкен. Келесі 5-ші 3 көбейтілген 8 және 8 көбейтілген 3. Екеуінің де мәні 24-ке тең. Себебі көбейтіндінің орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. 6-шы 18 бөлінген 3 және 18 бөлінген 2. 18-ді 3-ке бөлсек 6-ға тең, 18-ді 2-ге бөлсек 9-ға тең. 9 үлкен, демек 18 бөлінген 2 өрнегі үлкен болады. 7-ші есеп 24 бөлінген 4 және 8 бөлінген 4. 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең, 8-ді 4-ке бөлсек 2-ге тең. 6 үлкен, демек 24 бөлінген 4 өрнегі үлкен болады. 8-ші 16 бөлінген 4 және 21 азайту 18. 16-ны 4-ке бөлсек 4-ке тең, 21-ді 18-ден азайтсақ 3-ке тең. Демек 4 үлкен. Яғни 16 бөлінген 4 өрнегі үлкен болады. Келесі 12 бөлінген 2 және 12 бөлінген 3. 12-ні 2-ге бөлсек 6-ға тең, 12-ні 3-ке бөлсек 4-ке тең. 6 үлкен, демек 12 бөлінген 2 өрнегі үлкен. Келесі 10-шы есеп 24 бөлінген 3 және 24 азайту 3. 24-ті 3-ке бөлсек 8-ге тең, 24-тен 3-ті азайтсақ 21-ге тең. Бізде 21 үлкен, демек 24 азайту 3 өрнегі үлкен. 11-ші 4 көбейтілген 9, 41 азайту 6. 4-ті 9-ға көбейтсем 36-ға тең, 41-ден 6-ны азайтсам 35-ге тең. 36 үлкен, демек 4 көбейту 9 өрнегі үлкен. Және соңғы 12-ші 7 көбейтілген 4 және 32 азайту 4. 7-ні 4-ке көбейтсем 28, 32-ден 4-ті азайтсам 28. Екі өрнек бір-біріне тең. Келесі 4-ші есеп бірінші мысалдарды шығар, осы жауаптарды пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап. Бірінші мысал 65 азайту 39. 65-тен 39-ды азайтсақ 26-ға тең. Келесі есеп 66 азайту 39. Бұл есептің мәнін жылдам табу үшін бірінші мысалдағы жауапты пайдаланамыз және 39 екеуі бірдей. Демек 65 пен 66-ға қарайық. 66 65-ке қарағанда бір санға көп болып тұр. Демек 26-ға бірді қосамыз. Сонда 27-ге тең. Келесі 67 азайту 39. Бірінші мысалдың жауабын жазам, және бірінші мысалға қарағанда 67 саны 2 санға көп болып тұр, демек 2-ні қосам. Демек 28-ге тең. Келесі екінші есеп 64 азайту 16. 64-тен 16-ны азайтсам 48-ге тең. Келесі 64 азайту 14. Бірінші жауаптағы мысалды пайдаланам 48-ді, және 16 14-ке қарағанда 2-ге аз болып тұр. Демек жауапқа 2-ні қосам. Демек 50. Және 64 азайту 12. Бірінші мысалдағы жауапты жазамын, және
12 саны 16 санына қарағанда 4 санға аз болып тұр. Демек 48-ге 54-ті қоссам, 52-ге тең. Келесі, үшінші қатар 23 қосылған 9. 23-ке 9-ды қоссам 32-ге тең. Келесі, 23 қосылған 6. Бірінші жауаптағы мысалды пайдаланайын. Және 6 саны 9 санына қарағанда 3 сан аз болып тұр. Демек 3-ті азайтамын. Демек 29-ға тең. Және соңғысы 23 қосылған 3. Бірінші мысалдағы жауап 32. Және 3 саны 9 санына қарағанда 6 санға аз болып тұр. Демек 6-дан азайтамын. Нәтижесінде 26 шығады. Бесінші есеп. Есептерге өрнек жаз. А есебі өрнек түрінде шығарайық. 24 стақан шырын 4 үстелге теңдей қойылды. Әр үстелге неше стақан шырын қойылды? Яғни 24-ті 4-ке бөлеміз. 24-ті 4-ке бөлсек 6-ға тең. Демек, әр үстелге 6 стақан шырын қойылған. Келесі ә есебі. Спорт залда 14 волейболшы бар. Бұл баскетболшыларға қарағанда 12-ге кем. Спорт залда барлығы неше спортшы бар. Алдымен баскетболшының санын табуым керек, бірақ менде бұл сөзі тұр, демек біздің амалымыз ауысады. Яғни, алдымен 14-ке 12-ні қосамын. Бұл баскетболшылардың саны болады. 14-ке 12-ні қоссам 26. Яғни, баскетболшылар саны 26-ға тең. Және спорт залда барлығы неше спортшы бар. Ол үшін 14-ке 26-ны қосамын. 14-ке 26-ны қоссам 40-қа тең. Демек, бұл барлық спортшы. Келесі Б есебі. 32 доп әр сыныпқа 4-тен таратылып берілді. Неше сынып доп алды? Яғни 32-ні 4-ке бөлемін. 32-ні 4-ке бөлсек 8-ге тең. Демек, 8 сынып доп алды.